Ай, сен бүгін үйге келмей қалып жүрме. Бүгін туған күнің ғой. Салтанат 38 жас. Ертең қартайғанда ешкімге керек болмай қаласың. Біреуден болса да туып ал. Қайтып туам? Ешкімім жоқ болса. Енді қайдан білейін, енді былай моменттер болады ғой, иә? Күйеуге тиетін болсаң, жүрдің ғой кезінде, ананың ана жерін, мына жерін ұмайт деп. Шынды қыз, қазір медицина дамыған. Біреумен жатудың да қажет жоқ. Екі орталыққа барасың, жасанды жолмен ұрықтандырады. Бұрынға дейін жазылады екен, Түрін көрмегеннен кейін қиын екен. Өздеріңіз донор тауып алып келіңіздер. Пожалуйста. Осы уақытқа дейін жүрді ғой, ешкімде менсінбей. Осы жігітке келгенде торымыз ұстайды да қалады соғыс. Негізі бұл дұрыс нәрсе ғой. Айттым ғой, түсінігім мол деп. Қазір әйеліме бір ескерте салайын, ә? Жоқ, әйелің. Таныстар болмайтын сияқты. Донорды сырттан іздесек қайтеді? Табиғи жолмен көрмейм, а? Өзі біледі ғой, қалай туатынын. Сонда да натуральныйға жетпейді ғой. Салтанат, Айдос. сонда саған сен ұнатып қалдың. Екеуміз жүрейік деді ма? Бірдеңе тықита қыл. Оппа дегенсің ғой. Сол тықита қалса тармас ете бермей дағанша тықылдат. 4 тіл біледі, графикпен жүреді, әрбір қадамын жоспарлап қойған. Мынау қандай керемет. Высший класс. Үйге кіріп, шай іштесең, кірейін. Жаңа ғана шай іштік қой. Жүрген бір тұрмыссың ғой. Үйде бір шай жоқтай. Жоқ уақыт жоқ ойланырға, армандар көп қойған ылға. Жоқ уақыт жоқ жүрме босқа, ертеңді қой бүгін баста. Мен бастадым әдемір қаққа, көрші қалқым ұмытыңдап, ұнатса егер көңілің сұрап, қосылып саланды шулап. Сұрасаң бұл қандай әуен, бұл қазақша блюз. Жоқ уақыт жоқ, бізді күтер мезеттер, Көрдің ба? өмір өтер. Шай дайын. Арман құлды аялдама. Мен бастадым. Приятного аппетита. Спасибо. Көрші қалқам ұнытыңдап, ұнатса егер көңілің сұрап. Өте дәмді болды таке. Ас болсын. Шашлықтан жесің? Жүйін көп тұрған жоқ. Иісі сіңіп қалады. Тода тұрған не бар? Тамақ қой. Әке, телефонымды бере салыңызшы. Қазақша блюз. Әке, айтпақшы, выпускнойдың ақшасын қашан береміз? Класста мен ғана қалдым, өткізбеген. Е. Жоқ, ұмытқан жоқпын. Или сол выпускнойға бармай қояйын ба? Жоқ, барасың. О не деген? Өткенде қайтқан көйлегімді тап берем, еш уайымдама. Құдай қаласа бәрі жақсы болады. Әке, мынаны күйме қойыңызшы. Шашлықтың иісі сіңіп қапты. Ой, енді жұмыстың иісі ғой енді. Мен кеттім.
Абдуллаевтың фильмі. Бала, қалайсың? Күшті. Бастап кеттің бе? Иә, бәрін маринад етіп дайындап қойдым. Қазір көреміз. Зира қосыпсың ғой. Дұрыс? Дәмін көресіз бе? О, шашлық деген осындай сочный болу керек. Шашлық. Үш істегеннен жұтылу керек қой. Бұл маринадты Қазақстанға ең алғаш рет мен әкелгем. Ойыншы? Өз? Армияда грузин досым болды. Дос болғандан жан жолдас. Бірге жатамыз, бірге тұрамыз, бірге жүгіреміз, бірге дайындаламыз. Екеумізде енді бойың ұзындығы болмаса салмағымыз да бірдей. Жан жолдас. Бүкіл рота қызығатын екеумізге, достарымызға. Сол кеткен кезде де жылап қоштастық. Сол грузин досым үйретті. Аты кім? Білмей. Ұмытқап. Тағы 4 баранина, сосын 3 утка. Жарқын аға сізді бастық шақырып жатыр. Жайша? Білмеймін. Барып білейік онда. Заодно аванс сұрайын да, е? Жақсы бүлекен салып жүрші. Болды. Прошлое Маратовна – это новое блюдо в нашем меню. Так, салтимбока из индейки, говядина с овощами по-милански, цыпленок качатура. Название, конечно, многообещающее. Раушан Маратовна, попробуйте. Тема. Тема. Бұл енді ана баланың істеген. Қалай өзі үйреніп қалдың ба? Үйренгеніңіз не? Менен озайын деп тұр ғой. Бала былай жаман емес. Барлық түрін істей алады ғой. Бала пісіп тұр. Ойланбай, любой точкаға смело қоя берсеңіз болады. Жәке, мен негізі сол балаға қатысты шақырдым сені. Не болып қалды? Ет ұрлап жүр ме? Жоқ. Біз енді үлкен ресторан емеспіз ғой. 2 шашлычник стол мен үшін тиімсіз болып бара жатыр. Түсіндім. Жо, өзім түсіндіріп айтам, ол ренжімейді. Тегін үйреттік. Жоқ. Негізі соны алып қалсам ба деп отырмын. Қалай сонда? Солай. Так, теперь это попробуем. Раушан Маратовна. Жәке, дұрыс түсін енді. Әкпен баласы ма? Жиен. Жиеніңіз бет. Солай де. Солай. Мынау істеген күннің ақшасы. Өте нашар адам екенсіз. Жан, что-то андай бір шашлық жегім келіп кетті. Шашлыкке барайықшы. Қазір ме? Дәл қазір. Ёб твоя мать! Ты меня так напугала. Как вы себя чувствуете? Нормально. Значит так.
ваши анализы. Что там? Анализы показывают, что у нее почечная недостаточность. Правая почка перестает функционировать. Что? Лежите, лежите, не волнуйтесь. Боюсь, что больную почку надо будет удалить. Либо делать трансплантацию. Что, все так серьезно? А если что, да. Лечить уже бесполезно. Успокойтесь, успокойтесь. Братан, сен ол жерде қанша жыл жұмыс істедің? 7,5 жыл. Ойбу! Онда сенің бастығыңдікі таза иттік екен. Сол сендер жақта жұмысың ыңғай бола ма деп соққаным ғой. Дайын тұрған жұмыс қайда, братан? Ой! Қоқ орынды. Берге. Сен былай қыл. Мә. Әне тапсырыстар. Ақырында жібере бер. Біздің ағаң екеуміз таза ауа жұтып қайтайық, да, братан? Яке? Бала, бір аулап жүр. Шын айтам, братан. Как она есть, мен соны айтам. Сендей шашты шектер аз ғой негіз. Переживать етпеш, братан. Ертең көресің, клиенттер азаяп, ит болып өзі шақырады сені. Кел. Бәрінен бұрын қызым мектеп бітіріп жатқан кезде жұмыссыз қалған қиын болды. Выпускной бар. Оқуға түсіруім керек. Одан кейін көп ұзамай қызың тұрмысқа шығамын дейді. Оның ұзату тойын жасау керек болады. Алло? Алло, сәлеметсіз бе? Мен Жазираның класс жетекшісімін. Иә, тыңдап тұрмын. Мынау выпускнойдың ақшасын сіз ғана өткізбедіңіз. Егер қатыспайтын болсаңыздар, айтыңыздар. Жоқ, қатысамыз. Қазір хотя бы 150 мың беріп қойыңызшы. Мейрамхана анау-мынауын алдын ала төлеуіміз керек. 50 мыңды артынан бересіз. Иә, 1-2 күнде айлығымды аламын. Әкеп беремін. Жақсы. Айо, солай амайды. Бұны да алдап жүргеніме 1 апта болды. Ой, қазір балалардың оқуы бітіруі. Қиямет болып кетті ғой. Былтыр біздің бала оқу бітіргенде, соңында қатын екеміз қырылысып, ажырасуға дейін кетіп қалды. Қайтам бала молодец, сабақты жақсы оқиды. Соның арқасында грантқа түсті. Әрең деген өз-өзімізге келдік қой. Қойшы, кеш алып қояқ. Қарап тұрсам, бұл өмірде қызыма шашырақтан басқа ештеңе бермеппін ғой. Милая, ну, доктор ведь сказал, что в пересадке почки нет ничего страшного. Главное, чтобы донор подходящий нашелся. Если он найдется. Рошан, будь оптимисткой. Сейчас за деньги все можно найти. Все, Бек. И все. Ведь мама была права. В чем? Женщине для счастья нужна семья. Дети. А у меня нет семьи. Теперь детей не будет. Жан, я всегда буду рядом. Все будет хорошо. Давай.
жаза күн шешесі тірі болғанда екеуміз екі жақтан бірдеме қылады дедік қой. Қайтесің, тағдырдың жазғанды ғой. Қадош, мен қалай ақша тауып керек екенін жолын білем. Оны жасасам, қызымның оқуында, той-пойында бәрін шешіп тастауға болады да. Конкретный вариант. Қандай вариант? Ол, ана, құш. А? Құш деймін. Что-то несерьезно. 40 минут уже ждем. Он вообще нормальный человек? Не знаю. Но почка подходит идеально. Учитывая, что у него такая же редкая группа крови, как у вас. Тогда подождем. Саламатсыздар ма? Сәлеметсіз. Вот ваш донор. Келіңіз, отырыңыз. Жарқын Ашырбеков. Донор. Раушан Маратовна. Клиент. Здрасте. Будущий хозяин вашей почки. Бек. Жарқын. Кстати, через почку ничего не передается? Например, непунктуальность? Нет, не переживайте. Ну, в крайне редких случаях бывает, что может передаться одна особенность. Что? Моченедержание. Все-таки в организме за это отвечают почки. Кешіріңіз. Сіз төсекке сүйіп қоятын әдетіңіз жоқ па? Жоқ. Ну вот, замечательно. Давайте я вкратце еще раз объясню. Мы провели обследование. Совместимость ваших органов идеальная. Группа крови, возрастная категория, объем почки. Все подходит. Когда операция? Я думаю, через неделю. Надо провести еще обследование, еще пару анализов сдать для контрольной сверки. Асықпай тексеріп алғандарыңыз дұрыс қой. Ну что ж, осталось только обсудить цену и подписать договор. Да, давайте начнем. Мы изучили рынок. И, как выяснилось, такая почка у нас стоит $50 000. Менде интернетке қарап шықтым, жазылып тұр ғой бәрі. Ну, учитывая редкость группы крови, я предлагаю вам $60 000. 60 мың дегеніңіз қалай болар екен ол? И сколько вы хотите? Сколько болғанда ары қарай бір бүйрекпен жүру. Маған да қиын ғой. Сколько? 120 демей-ақ қойын, 100-ге тоқтайық. Солай дұрыс болар. Мне кажется, вы немного переоцениваете свою почку. Көріңіздер өздеріңіз. А так почка жаман емес. Аккуратней, пожалуйста. Все-таки на кону мое здоровье. Вы согласны? Енді операцияға дайындалу керек. Майлы тамақ жемеңіз, диета ұстаңыз. Әсіресе зиянды нәрселерді ішпеңіз. Иә, түсіндім. Не ғой? Сонда сізге қанша берем? Не? Енді тегін дүние жоқ қой қазір. Рахмет шайыңыз ретінде. Жоқ. Операцияның ақшасын клиент өзі төлейді. Сізден ешқандай ақша керек емес. Ештеңе бермейін бе? Түсіндім. Сіздер анадай частный клиник екенсіздер ғой. Енді операцияны өзіңіз жасайтын болғаннан кейін кішкене нағып жіберейін бе деп.
Ох, елки! Не бұл? Жоқ уақыт жоқ ойланырға армандар көп жоқ уақыт жоқ жүрме босқа. Милая, сейчас самое главное твое здоровье. О работе можешь вообще не переживать. Если что, можешь полностью на меня положиться. Спасибо. Донор, что ли? Что случилось? Суылы ма? Әріңдеттің ғой? Что вы хотели? Что вы хотели бағында? Сағдаттық жағы қалай болады екен? Енді бірімізге сенімді болайық дегенім ғой. Сколько? 2000, 3000, білмеймін ғой енді. Что? $3000. Все? Все? Ладно, давай. Қу кедейлік сөккесің сен жаман екен ба? 10 мың сұрасам да бері келіп тұр ғой. Еп, твоя мать-ай. Ей, түгел шығар, не бар? Қой шей! Мынау выпускнойдың ақшасы. Неге доллармен әкелгенсіз? Теңге болмай тұр. Әшірбек жазира қазір. Әшірбек жазира берді. Съемка на пару. Приятного аппетита. Спасибо. Можно подсолить? Нет, Роша Муратовна, вам нельзя. Бауырым, тағы бір лажон ақпаш. В данный период орган находится в терминальной стадии. Трансплантация неизбежна, коллеги. Впечатляет. Идентичность двух почек составляет 95,6%. Да, конечно. Это минимизирует все риски. Клиенту очень повезло. Коллеги. Қарның тойды ма, қызым? Я тойды. Бәрі өте дәмді екен. Манда, көзіңді жұм. Неге? Ой, жұм дегесін жұмсаңыз. Жарайды. Көзімді жұмғызып қойып, ақшасын төлемей қашып кетіп жүрмеңіз, әке. Ой, ол не деген қызым? Жазық, көзіңді ашсаң болады. Айфон? 13? Жазық! Жазық! Жазық не бол? Жазық! Құдай-ай, 12 ала салым керек еді. Жазық!
Ассалайкум. Рошан Маратовна, я предлагаю убрать из меню салтимбука из индейки. Почему? Никто не заказывает. Какая у нее цена? 14 тысяч тенге. 14 тысяч тенге? А кто будет покупать за такую цену? Вы вообще интересный. Так ведь индейка марокканская. Знаю. 14 тысяч тенге. Никто не будет заказывать по этой цене. Поэтому поставьте цену 28 тысяч. Реально? Конечно. Казахтар арзан болса алмайды. Я не вовремя. Нет, проходи. Еще вопросы? Нет, я все поняла. Спасибо, дорогая, выручила. Ничего особенного. Как работа? Нормально. Ой. Что Ай. такое? Ой, мама. Что-то. Опять почки? Ай. Ай. Ничего страшного сейчас пройдет. Я же говорил, тебе нужен отдых. Я не могу. Кто будет управлять рестораном? Ну, хочешь, я могу здесь побыть вместо тебя. Просто я не хочу, чтобы ты волновалась перед операцией. Kızım. Mınan damgış balda eken. Ja, жаттым. Dayındığın қалай болып жатыр, қызым? Жақсы. Бірақ ертең қандай сұрақтар келетінін білмегендіктен кішкене уайымдап жүр. Ой, уайымдама. Мен сен бәрібір оқытам. Керек десең, шетелде оқытам мен сен. Ой, әке, маған шетел керек емес. Не, сен әкеңе сенбей отырсың ба? Сіз шын айтып тұрсыз ба? Ол жақта оқу қымбат қой. Енді шетел болғандан сонау, енді Америка, не емес енді осы төңіректе шетел көп бол. Қытай мысалы. Жоқ, Қытай керек емес. Түркия. Тамақтары халал. Тілдері түсінікті, а? Жоқ, осында оқи берем. Әке, бірдеңе сұрайыншы. Сұра? Сіз маған мындай қымбат телефон алып бердіңіз. Кеше күні бойы таксимен жүрдік. Сіз осы ақшаны қайдан алып жатырсыз? Ой, баяғыда олар қарыз қалған ғой біреулер соны. О кезде де не болды ғой, доллардың несі. Мен Қадыржан ағам ғой. Алло. Уағалейкумассалам. Я үйдемін. Өзің? Нормальный баға кетті. Оң жағы ғой. Оң жағы дейм. Ой, мен жуыдан қашып тұрған жоқпын ғой. Ой, сен де қоймайсың. Дәл қазір ма не? Бірақ мен ескертіп қояйын бірден.
мен ішпеймін. Жынды ма? Ай, маған ішуге болмайды деймін. Неге переживать етесің, братан? Қойш, кел біреуді алып қойық. Одан кейін бір пошкасы шеде алмайсың. Давай. Ой, Қадыржан, сен осы қадалған жерден турашы. Бол. Осы 4-шісін алам, бол, одан кейін бітті ішпеймін. Да, братан. Да, братан, сенен кейін алам, да. Братан, саған бірден айтсам бола ма? Айтып жүрсіз? Бұдан былай пошкамды саттың демеш, өтініш. Мен біреудің өмірін сақтап қалдым деш. Сол дұрысырақ болады ау. Атак, дұрысынан істейсің ғой, братан. Прошу любить и жаловать. Бек. С сегодняшнего дня все дела ресторана будет вести он, так как я ухожу в отпуск. Надеюсь, вы не против. Извините. Алло. Ирган Саварханович, здравствуйте. Да. Что? Невозможно. Как можно быть таким безответственным? А я сразу понял, что он алкаш. По нему же видно. Мы тут к операции готовимся, а он там бухает себе спокойно. На твои деньги еще при чем? Ой, сіз де қызық адам екенсіз. Бір пиваға бола, сол кісілерге звондап, не керегі бар сондай? Вы интересный человек. Неужели вы не понимаете, что из-за вас срывается операция? Сонда да не қыласыратын нәрсе еді ғой? Это что за безобразие? Вы что себе позволяете? Вы думаете, ради забавы все, что ли, это? Или нам делать нечего? Раушан ханым, тыңдашы. Не-не-не, с вами все понятно. Верните предоплату, мы расторгаем договор. Мы будем искать другого донора. Қалай другого? Жарқын, сіз шыға тұрасыз ба? Біз сөйлесіп алайық. Жақсы. Енді қандай жағдай болғанда да сабырмен қараған дұрыс болады ғой. Иркан Сабарханович, кого вы нам нашли, а? Жайғасыңыз. Ай, твоя мать, Қадыржан, ай. Пошкаңды жуайық. Одан кейін бір пошкамен шамай қарасын деп. Да, Жарқын. Не болды? Басқа донор іздейміз де ме? Иә. Бірақ, Жарқын, мен оларды әйтеуір бірдеңелерді айтып, әрең дегенде көндірдім. Енді бұлай қайталанбайтын болсын. Жоқ, болды. Ереке, рахмет. Қанша берейін сізге? В смысле, қанша берем? Мен сізден бірдеңе сұрадым? Жоқ, мен сізден бірдеңе сұрадым ба дейді? Өткен жолы ғана айттың ғой, ештеңе керек емес деп. Болды, түсіндім. Ұмытып кете берем. Айтпақшы сіздер, частный клиник едіңіздер ғой. Есіңізде болсын. Тағы да маған пара ұсынатын болсаңыз, ренжімеңіз, тура полицияға тапсырам. Ұқтыңыз ба? Жүріңіз. Сонда 40 күн дейсіз бе? Да. За 40 дней в организме происходит цикл полного очищения. Но в этот период вы должны строго соблюдать режим питания, сна и вообще образ жизни. Былайша айтқанда, екеуіңіздің де организмдеріңіз бір қалыпты өмір сүру керек. Сол кезде сіздің бүйрегіңізді бұл кісі жеңіл қабылдап алады. Оны түсініп отырмын ғой. Жоқ, о жағынан вообще уайымдамаңыз. Уайымдамаңыз. Вы нас один раз подвели уже. И поэтому вы будете жить у меня. Не? Я больше не могу так рисковать. Вы будете под моим личным контролем.
О, это идеальный вариант. Да, режим, питание. И вообще все будет одинаково. Жоқ, тоқтаңыздар. Мен ол үйге қалай барам? Менің үйде мектепте оқитын қызым бар. Это не проблема. У меня дом большой, места всем хватит. Раушан ханым, ол почка жайлы мүлде білмеу керек. Сіздің үйге не деп барам мен, қызықсыз? Я не знаю. Придумайте что-нибудь. Скажите, что вы устроились на работу водителем, садовником, или верните предоплату. Водитель. Сонда обязательно сол кісілердің үйінде тұру керекпіз ба? Енді олар байлар ғой, қызым. Водительдер қасында болу керек екен. Бізге бәрі емес пе? Ақшасы дұрысы болды ғой. Жарайды. Сонда да қызық екен. Байлардың да өмірін көріп қайтайық, қызым. Сәлеметсіздер ме? Кіріңіздер. Сәлеметсіздер ме? Иә, міне, біз де келіп қалдық. Здравствуйте. Раушан Маратовна, танысып қойыңыз, менің қызым Жазира. Жазира Раушан Маратовнамен танысып қой. Раушан Маратовна. Сәлеметсіздер ме? Это Алтынай. Жарқын. Алтынай, пожалуйста, проводите гостей в свои комнаты. Жазира, мынау сенің бөлмең. Жайғаса бер. Жоқ. Сіздікі мына жақта. Көрейіктен. Жақсы екен. Міне, мынау сіздің бөлмеңіз. Жақсы, рахмет. Жарты сағаттан кейін обед. Жарайды. Сіздерді как іштік бар уақытысымен екенді. Присаживайтесь. Астарыңыз дәмді болсын. Рахмет. Рахмет. Өзіңіз отырсаңыз? Жоқ. Раушан апай, үйіңіз күшті, әдемі екен. Кең екен. Спасибо. Біздікі қарапайым екі бөлме. Қызымыз екеумізге болады. 62 квадрат. Кстати, Жаркон, вы сказали Жазире, что вы на диете? Мен диетада екен ғой. Қандай диета? Өткенде Раушан Маратовна қарасам, өте дұрыс тамақтанады екен. Мен де диета ұстаймын деп шештім. Дұрыс. Сізде артық салмақ бар. Диета жақсы ғой. Жүргенде де жеңіл жүресің. Жазира, ты уже выбрала профессию? Куда будешь поступать? Поступать болғанда, мен мұғалім бол деймін қызыма. Бұл болмайым дейді. Әлі шешпедік. Пока сол. А почему вы за нее решаете? Пусть сама выбирает. И почему преподаватель? В мире много других профессий. Мәселе мынада ғой. Ертең бұның мамандығына жұмыс табыла ма, табылмай ма? Мұғалім деген ол железный жұмыс. И как іштік ай сайын зарплатын алып отырады. Оның кейін қаңтар айынан бастап тағы да 30% көбейіп келе жатыр. Білесіз бе? Пожалуйста. Ну ладно, это ваши семейные дела. Если вы позволите, я пойду. Приятного аппетита. Жақсы адам сияқты. Иә, сонда жалғыз өзі тұра ма?
солай ғой деймін. Раушан Маратовна, давайте, жылдамдатамыз. Жаркан, что вы делаете? Эти палки нужно использовать, а не носить. Держите один темп. Пойдемте. Давайте. В хвойной местности очищаются легкие и снимает нервное напряжение. Чувствуете? Я, серлік бала дегенсің. Раушан Маратовна, бірдеңке сұрайын деп едім. Сіз қай жылғы болдыңыз? Зачем вам это? Енді бір комплимент айтсам ба деп едім да. А что, для этого обязательно нужно знать возраст? Енді сол, жасқа байланысты комплимент болып тұр ғой. Ну и что это за комплимент? Ой, өте жас көреді екенсіз деп айтайын деп едім. Әңгіменің бітсін шығардыңыз ғой. Что вы делаете? Туалет қай жақта еді? Там. Иә, сол шатасып. Өзіңіз неге ұйықтамай жүрсіз? Үш болды ғой саған. Қытығын келтіреді екен кішкене. Қазір. О, Жазық, қызым. Қалайсыздар? Сабақтан келді. Не отвлекайтесь. Раушан Маратовна, кішкене көлікпен ары бері жүріп қайтамыз ау деймін. Әйтпесе қызымнан ұят болды. Почему? Мен енді водительмен деген ғой қызыма. Жүрсін мынау күндігінде обручальный кольцо ойландырып. Обруч. Ну хорошо. Поехали. Жазық, қалайсың? Жақсы. Менің демалдырып отырсың ба? Инстаграм қарап. Иә. Дұрыс, бас алмай оқи бергеннен де ми шаршайды. Істеп тұр ма телефон? Иә, жақсы істеп тұр. Классында нешеуінде бар екен мұндай телефоннан? Бесеуімізде бар. Бірақ екеуі кредит қалған. Ой, менікіне тұршы, мен жұмысыма барайын. Бастық жаңа бір жерге апарып кел деді ғой. Апарып келейін мәшинемен. Так, и надо быть максимально аккуратными. На банкете будут очень важные люди, понятно? Да, конечно, к 6 все будет готово. Так. Раушан Маратовна, здравствуйте. Здрасте. О, хорошая. Привет. Шеф, я могу идти? Да, конечно. Шеф, я вам не помешала? Нет, конечно. Пойдем. Добрый день. Вас ожидает или у вас забронирован столик? Нет, это... Я Раушан Маратовна. Ну, водитель. Хорошо. А это за выходные. Бег, ты меня удивляешь. Выручка выросла почти на 20%. Стараемся, милая. Кстати,
Я уволил нашего бармена. Аскарика? Почему? Воровал Аскарик. Оказывается, он дорогой алкоголь выносил. Да ты что? Да, нужно тщательнее подбирать персонал. И еще я поменял 2 официантов. Они тоже воровали? Нет. Просто поясом не подходит. А ведь официант – это лицо нашего заведения. Нет, ну, хорошо. Ну ты, главное, не переборщи. Доверься мне, милая. Вот если бы весь персонал был такой, как ты. Шеф, там морепродукты привезли, вы просили сообщить. Я сейчас вернусь, милая. Так, что еще у нас? Какие вопросы были? Қалайсың? Попроси его пересесть за крайний столик. Извините, а вы не могли бы пересесть вон за тот столик? Неге? Просто тут забронировано. жарайды. Спасибо. Я еще раз извиняюсь, вы не могли бы пересесть сюда? Неге? Шеф попросил. Былай қарап отырасыз ба? Былай қарап отырсам не болады? Аға, өтініш. Бұрылып отыра салыңызшы, ештеңеңіз кетпейді ғой. Себебін айтсаңшы, мен білейін де. Только ренжімеңіз, ол мен емес, шеф айтып жатыр. Сіздің түріңіз мына ресторанға келмейді дейді. Солай де. Ренжімеңіз. Бауырым. Бек шақырып жүрсіз? Мен шақырып жатыр де. Аға, жақсы. Шешең. Уродты көрсетейін мен оған қазір. Тварь. Көрсетемін мен саған. Чего вам надо? Бек, сені мен түрі жаман, анау-мынау деп әңгіме айтып тұрсың. Чего? Теріс қарап отырсын деп, адамның намысына тиіп, не әңгіме ол? Эй, дядя, успокойся, а? У меня нет на тебя времени, понял? Подожди. Сен не? Сонда өзіңді керемет красавчикпін деп тұрсың ба? А? Раушан Маратовна, там дерутся. Что? Ой, что там? Что там? В смысле, что там? Что там, ты? Спина, бля! Вы что делаете оба? Прекратите! С ума сошли, что ли? Это он наш? О, ё-моё, мұрным ғана кетті. Вот это уж совсем другое дело, а? За 20 дней, а какой эффект? Вот что значит соблюдение режима. У вас даже результаты анализа почти одинаковые. Молодцы. Ахилбест.
Ну, раз уж у нас такие отличные результаты, тогда, может быть, операцию пораньше сделаем. Нет, нельзя так. Нужно пройти полный курс. Олай болмайды. Ажаңда 20 күн қалды ғой. Хорошо, я просто спросила. Мы можем идти? Да. Спасибо. До свидания. Жарқын, кідіре тұрыңызшы. Жарқын? Иә. Бәрінен бұрын мен сіздің анализіңізге қуанып отырмын. Неге? Өйткені барлығы да нормаға түскен. Давлениеңізді, жүрек қағысы да қалпына келген. Алкоголь ішпей жүргеніңізді байқалып тұр. Перегар да жоқ, Оны қойдық қой енді. Қойғаныңыз түріңізден көрініп тұр. Өңіз ашылып, жарқырап, сып-свежий болып тұрсыз. Рахмет. Әйтпесе, басында келгенде сіз ренжімеңіз. Бірақ түріңіз өте нашар еді. Оны өзім де байқадым. Красавчик. Поехали. Без проблем. Көп боласы бар Раушан Маратовна? Жарайды. А что, нет разницы, мужская или женская почка? Прикинь, нету. И что, все эти 40 дней ты с ним будешь нянчиться, Раушанчик? Ну? А у меня нет выбора. Он такой безответственный. Да, Раушан. А что ты будешь со старой почкой делать? Хочешь, тебя подарю. Осложнения после удаления почки порой звучат гораздо страшнее самого диагноза. Жить с одной почкой можно. Более того, качество жизни сильно не пострадает. Кстати, девочки, готовьтесь. Мой Айдарчик скоро женится. Да ты чё? Поздравляю. Спасибо. Да, даже не верится, что наши дети уже такие взрослые. Скоро, наверное, и моя Минка замуж пойдет. Не говори. Девочки, скоро этим же составом будем по кудалыкам двигаться. Тетя, давайте эту тему сменим. Раушан, извини, пожалуйста. О, Боже, что ему нужно? Кто это? Донор мой. А что, других вариантов не было? Сәлеметсіздер ме? Раушан Маратовна, телефон сақтап. Спасибо. Сіздер әлі бір-екі сағат боясыздар ма? Мен үйге барып обед ішіп келсем. Хорошо. Зачем домой? Может, с нами сядете? Да-да, садитесь с нами, пообедайте. Давайте. Садитесь, покушайте. Жарайды онда. Жарган, знакомьтесь, это мои подруги. Қуаныштымын. Жарқын. Дана. Жансәуле. Адема. Кім дедіңіз? Адема. Адема, иә. Так, Жарка, рассказывайте, чем занимаетесь? Ну, как сказать, бизнесмен, компания строительная. Жаркин, они все знают. Мынау тауық неті ғой. Жаркин, вы откуда будете? Отсюда? Мынадай да бар екен.
А Жаркан, у вас семья, дети? Да. Құдайға шүкір. Бір қызым бар. Ой! Мынандай екен ғой. Ал қыздар, әңгіме айтыңыздар. Походу, Венера уже не придет. Как всегда, наверное, муженек не отпустил. Вот я ее не понимаю. До сих пор ревнует. Ненормально какой-то. Ревнует, значит, любит. Жаркан, подайте, пожалуйста, мой бокал. Мұны қазір былай бере саламыз. Подшипник екен ғой. Рошан, твой донор такой подозрительный. Ты с ним поосторожнее. Да, поаккуратнее с драгоценностями. Украдет еще. Может быть. Ой, он на самом деле безобидный. Сам по себе спит, ходит, ест. Прям как твоя собачка. Ой, Дана, ты как скажешь. Я реально говорю, своими глазами видела. Жаркан, отвезите, пожалуйста, собачку Даны домой. Через полчаса у него тихий час. Жарайды. Только желательно побыстрее. Жаркан, берегите почку. Сіз Жансөйле, иә? Я. Сіз Әдемі. аттарыңызды ауыстырып алсаңыздар, вот сонда бәрі нормальный болады. Сонымен аты кім дедің? Раушан. Раушан Маратовна. Раушан. Қалай енді, братан, бұлай бір-біріңе үйренісіп қалған шығарсыңдар да? Үйренісесің ғой. Бір ай болып қалып тұрып жатқанымызға. Кең үй, дайын тамақ, кең төсек, мамық жастық, рахат. Ол үшін курорт дейсің ғой. Сосын кешке қақшытық, жақ көзекке түсесің да ұйқыны ұрасың. Қалай, қайда сұрап дейді? Жақ көзек. Ваннаш, үлкен жан-жағына су шашып тұратын. Джакузик деме, братан, джакузи де, джакузи. Ой, сен де айтады екенсің. Сен білесің бе, жоқ джакузикке су жүрген мен білемін. А интерьер оформлен в теплых, изысканных цветах. Проект продуман до мельчайших деталей. Да. Мне, в принципе, концепция нравится. Но насколько это целесообразно? Раушан, проект окупится за буквально 2 года. Я все рассчитал. Мои друзья в Астане решат все вопросы. Ну и сколько на все это денег понадобится? Ну, хорошо.
Жаркан, поехали. А, кеттік. С чем остановились? Қазір 1 минут. Біреуге жолға салайын. Сәрсенбек, қалайсың? Жарқын, ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Қайдан жүрсің? Бір шаруалармен жүрген. Жәке, тұлбар құтты болсын. Рахмет. Қой бауырым, сылжин. Жұмыстар көп. Сәне. Өзіңдер жұмыстарың бәрі жақсы ғой. Дұрыс болсын. Айып етпеңіз. Қыдырық балым. Да, это очень красивый цветок. А вот этот лаванда. Я его из Франции привезла. Мә, сіз көп елдерде болыпсыз ғой? Сонда сіз барған жеріңізден міндетті түрде гүл алып келесіз бе? Ну, это типа как хобби. Қалай күшті? Муравьи – одни из самых высокоорганизованных и древних насекомых на планете. В отличие от термитов, родственников тараканов, они эволюционировали от предков, похожих на ос. На Земле сегодня проживает от 1 до 10 квадриллионов особей муравьев. То есть от 10 Әке, анда Рошан апай құлап қалды. отдельных муравьев. Ойбай, И на каждого из людей құлаған еш? около миллиона этих созданий. Рошан апай. Равшан Маратовна? Не болды? Равшан Маратовна, жажық, скоро шақырсаңыз сізді. Равшан Маратовна. Что происходит? О, Равшан Маратовна, ояндыңыз ба? Что же, операцию сделали? Жоқ. Просто қаныңыз азайған. Түк қамапты. Сіз де қызықсыз. Қызылыңыз жаңғарша жүре беріпсіз. Хорошо, что менде полный бар. Спасибо вам, Жаркан. Оқасы жоқ. Айтпақшы, руыңыз қандай? Он рад. А что? Енді наполовину найман боласыз. Поэтому welcome to нашему ру. Раша Маратовна, как ваше самочувствие? Спасибо, хорошо. Сіз қалайсыз? Жақсы, өзіңіз қалайсыздар? Раша Маратовна, так не пойдет. Вы что, совсем не употребляете пищу, а? Почему я ем? Мне кажется, вы переборщили с диетой. Да, это привело к анемии. У вас иммунитет совсем ослаб. Сол ғой айтып жүрген. Көк шөптен басқа ештеңе жемейді. Раша Маратовна, вам в рацион нужно добавить побольше белковой пищи. Желательно мясо. О, дұрыс айтады.
О, рахмет қызым. Қазір өзіңді бізбен бірге отыр, жарай ма? Жоқ, отырмаймын. Мен тестке дайындаламын. Айтпақшы, Раушан апай, сіздің шашлығыңыз жеп көрді ме? Жоқ, бірінші рет. Мінекей. О, какой аромат. Ой, ароматыңыз не? Қазір жегенде көресіз ароматтың көкесін. Алыңыз. Какой пикантный вкус. Такое нежное мясо. Бұдан да нежный болатын еді. Мангал менікі емес. Жаркын, вам не кажется, что к нашему столу чего-то не хватает? Что? О, мынау жөн ғой. Қанды көбейтеді? Это или это? Мынадан нешеу бар? 1. Мынаданшы? 3. Мынаны ішеміз онда. А вы, Жаркин, молодец. 1 вырастили такую умную, воспитанную девочку. Не каждый так сможет. Жалғыз қызым ғой. Сол бақыт болса деймін. А вы не пробовали еще раз жениться? Енді жениться болғанда ол жағын онша не қылмадым шыны керек. Келіңіз мынадан. Раушан, енді сізді былай танып біліп қалдым ғой. Мынандай үлкен үйіңіз бар, жағдайыңыз жақсы, жұмысыңыз да жүріп жатыр. Оны айтпағанда сұлулығыңыздың өзі чего стоит. Сонда неге тұрмысқа шықпадыңыз? Я не знаю. Сначала учеба, потом работа, потом карьера. Нет, кандидаты, конечно, были. Да, я сама виновата. Упустила время. Жоқ, упустила демеңіз. Ол қайта нағыз бабындасыз қазір. Какие необычные комплименты, спасибо. Келіңіз сіз үшін. Раушан, сен кішкентай кезіңде жұлдыздарды санап көрдің бе? Это же невозможно. Ал мен санағам. Много насчитал. С тобой все в порядке? Нормально, нормально. Ал соңғы антрекот артықтау кеткен сияқты. Жоркан, я тебе так благодарна. Как человек, как донор. За кровь тебе отдельное спасибо. Ой, ол қан жайын айтпасаң да болады. Ол чисто менің атағаным болсын. Бонус. Такой забавный. Вернуть бы время вспять. Лет на 20.
я бы все иначе сделала. Правильно расставила приоритеты. Не гналась бы за деньгами. Но судьба все решила по-своему. Жаркан, а ты как думаешь? Қатып қаптым. О, Жәке, қайырлы таң. Қалай ұйықтадыңыз? Жақсы ұйықтадым. Дала, таза ауа. Таңғы асыңыз дайын. Үйдегілер ішіп алды ма? Я бағана ішіп, қызыңыз Раушан Маратовна екеуі кетіп қалған. Қайда? Білмедім. Күлімде күн менен оянып, әлемі гүл менен боялар, тәтті ерке арманшыл сұлу қыз неге жалғыз білер ме оны ойлап атырған таңдарым. Она создана для одной единственной цели – охоты. Ее мышцы, клыки и когти заточены специально под эту задачу. Көрген көңілінде көктем жанған орын Қалай? Неплохо. Давай примерим еще тот вариант. У вас очень красивая дочь. Спасибо. Dünyaydı. Думаю, так будет идеально. Қандай әдемі. Рахмет сізге көп. Ничего особенного. Kızı cazırmış yaşama. Çok yaşama ekan. Qara ko'rmada o'ynab o'tirgan. Yana tıpış bo'lib Şurada подозрительно. Axiri kirib qarasam, jazom yo'lda qaysi? Yig'ilgan terib Ana qaysini qaysi? Biroq qilib жүрген bu. Turli qarab turaveramiz. Ну и куда ты вырядился? Класстастар ғой, кездесейік деп. Оның үстіне бір досымыз кепті ауылдан. И чё? И чё снес? У нас с тобой режим, ты забыл? Ты никуда не пойдешь. Иә, білем ғой. Уайымдама. Түзу барып түзу келем. Бармайсың? Барамын. Бармайсың? Барамын. Бармайсың. Барамын. Бармайсың? Барам.
қойшы. Ой, өстейсіңдер енді. Барам деп уәде беріп қойып едім. Ой, мен немеге сенен сұранып тұрмын. Барам дедім ба, мен барам. Болды. Тогда я пойду с тобой. Жайма сенікі? Сені кім деп апарам? Ну, я не знаю. Скажи ему, что я твоя девушка. Моя девушка? Да? Чүш. Қараш. Сені міне біреудің қыз дегенге кім сенеді? Жаркын, ты почему себя так принижаешь? Вполне себе нормальный мужчина. Будь увереннее. Да сонда да сенің қасында жүрген маған қиындау сияқты. Все нормально. Ты же мужчина. И ты вот так собираешься идти? А, да? Бұл кезде мына тісімде пұлымыз жоқ болған. Мен 4 күн қиналдым ғой. Қақсаған дедім масқара. Жоқ, бампер ғой деп қоям ғой өзімше. Алдында артқы бамперім босап жүрген ғой. Қарлығаш айтады, тоқтап көріп басай дейді. Ен тоқтайын деп атсам, тақылдаған тоқтап қалап. Содан мына тісім ауырды. Жүрсем қайттан тақылдайды. Жұлып тастайын десем, Ен тоқтай берсем, қайта да тақылдап. Бірақ қақсайды. Бір кезерде вообще тақылдайды. Мына жағымдағы 2 тіс жоқ еді ғой. Соны өткенде күйеу балаға айттым. Мынаны бірдеңе жасайық деп. Содан келдім да бұғының қасына келдім, тоқтадым. Құрсататын жер ғой. Болды. Келіп автоматизатордың чашкасын ашып барасам, бірақ болып тұрған. Өзім тегін жасап берем деген. Бірақ бара алмадым сол күйі. Жігіттер, ана біздің Жарқын бей? Қайсы? Жарқын ғой. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Керемет болып кетсің ғой, Жеке. Қалай дейсің? Қалай? Иә, келдік. Аңғайтсаңыз, үндемей қалдыңдар ғой. Раушан ханым, яблочный соктан. Да, можно. Әгер мен құя салайын. Жоқ, мен өзім құям. Берсін мен құяйын. Өзім құямын. Бер енді. Ей, өзім құямын. Опа! Спасибо. Вы испачкались. Ой, жарайды, ешнәрсе қылмайды. Осылар менің класстастарым. Очень приятно. Я, біз негіз көп болғанбыз, 30 болғанбыз. Қазір 20 тақ болып қалдық. 4-еуі қайтыс болып кетті. Қалғандарымыз, Құдайға шүкір, осы уақытқа дейін араласып тұрамыз. Солай емес пе, Жеке? Сәбит, енді ол қайтыс болып кеткендерді әңгімеге немене қосып отырсың? Жарайды енді бір әшейін әңгіме болсын деген ғой. Ал онда мына тосты. Осы кездесу үшін алып қояйық. Сөйтекші. Алып қояйық. Жаркын. Айтпақшы мен. Не болды? Ішпейді екен ба? Қойай. Мүмкін емес. Жоқ, мен қойғам. Көздерін қала берсіңдерші. Жарайды. Жалп қояйық. Ал жоқ. Сонымен Жеке өзің айта отырсаң, бұл Раушан саған кім болады? Ол сол жағын біз де түсінбей жатырмыз. Солай емес пе? Иә. Енді кім болғанда Раушан ханым қалай айтсам екен,
Я его девушка. Серьезно? Я, солай. А что здесь удивительного? У нас все серьезно. Да, любимый? Что вы не кушаете? А я... Извините. Я отойду. Қойсаңдаршы, не болды? Отырмыз ғой. А, я, кешір. Қалай, ауыл жақ аман есен ба? Жақсы аманшылық. Өзің көргендей. Алло. Ты где? В кафе. В смысле в кафе? Жарко нам приехала. С почкой? Мы же в кино собирались. Блин, я забыла совсем. Как забыла? Ну, не обижайся, может, завтра сходим. Не могла я его одного отпустить. К нему нет доверия. Самый главный, өзіңе уверенно болуың керексің ғой. Сонда результат болады. А бүйтіп салбырап жүрсең, саған кім қарайды? Кім қарайды? Базар жоқ, Жаке. Красавчик. Риза меня. Бақ қой, бақ. Шеке, ердің тістемей биле. Әйтпесе ауылдан келгеніңді білдірдік қоясың. Айхан, давай, сен қалау күнде келе жатқан жоқсың, давай. Ой, ты знаешь, я даже и не заметила. Мен оның бәрін байқап отырдым. Ол енді өзіңе білінбейді. Жаркын. Спасибо тебе за этот прекрасный вечер. Всегда, пожалуйста. Бірақ бүгін подсолы кішкене көп болып кеткен сияқты. Жаркын. Бері жақында Я задам тебе один вопрос. Айта бер. Только обещай мне ответить честно. Да, конечно. Ты сегодня точно не пил? Жоқ. Вообще ішкен жоқпын. Молодец. Жаркын, ты, оказывается, пластичный. Өзіңді бүйтіп жіберіп қояды екенсің, Қалай біледім, қоғам дейді. О, келдіңіздер ме? Жазық сабаққа дайындалып жатсыңдар ма? Я... Я устала и пойду отдыхать. Спокойной ночи. Иә, мен де жатып демалайын. Ой, мынау күйіп кетті ғой. Әке, бола ма? Керек қой, қызым. Көңілдісіз ғой. Иә, енді. Оң естімін. Сізден бірдеңе сұрасам. Айта бер. Әке, сіз осы менен бірдеңе жасырып жүрген сияқтысыз. Немен жасырып мен?
Сіз Раушан апайдың, қалай айтсам екен, водителіне ұқсамайсыз. Қалай ұқсамайым? Білмеймін, бір шикілік бар сияқты. Жоқ, о не деген қызым? Әке, айта берсеңізші. Мен кішкентай қыз емеспін ғой. Сіздер жүресіздер ма? О не дегенің қызым? Қайдағы жүрген? Олай мүлде ойлама, айтпа, ол бір естіге ат қой. Кешіріңіз. Мен солай деп ойлап қалдым. Жоқ, олай мүлде ойлама. Жарайды онда. Бері жақында қане кел менің қолымда мен балқып барам сенің жұбараң қағаз есіңде. Ay, şans yok. Ravşan de. Теперь здесь. Простите, у меня аллергия на красивых девушек. Спасибо. Впервые слышу такой комплимент. Аналығы сыртқа шықпайды. Тек іштерінде жатады. Дәу болады екен. Барлық құмырсқалар соны бағады. Ал тамақ әкемен құмырсқаларды қуып жібереді екен. Көрдіңіз бе? Не деген тәртіп деймін да. Сосын бересіз ба? Бір көбелек бар. Көбелек болған енді. Андай. 3 километра. Oldu mu? Vay, zımırağan vaxtı. 40 günde öte çıktı. 37 дней. Жоқ, мен жалпы айтып жатқаным ма? Енді өзіме естелік болсын. Аз уақыт болса да жақын таныс болып қалдық қой. Ты что, меня на камеру снимаешь, что ли? Жоқ, Раушан, енді бұдан кейін араласамыз ба, араласпаймыз ба, кім біледі? Жарқын, привет деп қойшы. Жаркин, привет. Все, выключай. Что за фигня? Чё-то не поняла. Не болды? Эдер Маратович, мы были рады вас обслуживать. Благодарим за выбор нашего банка. Я обязательно за ней вернусь. Сабина. Раушан, қоя ғой енді. Сабыр ет. Ол қанша шашын жұлып жылағанмен ол ақша қайтып орнына келмейді. Бұны не істейін? Өртей сал, құстар алып кетпесін. Раушан. Қалай ғана алданып жүрсің енді? Откуда я знала, это он меня любит? Люб деп айта береді ғой. О бәлені қайдан таптыңыз?
свидания. У вас просто великолепный ресторан. Спасибо. А стейк шикарный. Будьте здоровы. Благодарю. У меня просто, понимаете, аллергия на красивых девушек. Я за этим обязательно вернусь. Ненавижу! Скотина, мразь, ублюдок! Қалай қарасаң да жарасады. Бірақ одан не өзгереді? Полицияның өзі айтып отыр ғой, ондай адам жоқ дейді. Тіпті аты Бек те емес екен. Қай жақтан жетеді өзі? Да откуда я знаю? Он сказал, что он в Астане живет. Мерзкий Альфонс! Енді оның айфонсы екен мен бір көргенде-ақ білгем. Не беси меня! Откуда ты мог знать, что он Альфонс? Түрінен көрініп тұр ғой. Қарасаң, слишком красавчик қой. Менің түсінгенім сонда операция деген ақшаның бәрін алып кеткен бе сонда? Да! Ты тупой, что ли? Он все за счета снял, ни копейки не оставил. Онда жағдай қиын екен. Операцияға 3 күн қалғанда, еп, твояматтың баласы. Раушан, мен де сені түсініп тұрмын. Онда келіскен бағаның жартысына берейін. Почкамды. Менің көмегім болсын. Что? Ну, за 50 тысяч почка. Ах ты, тварь! Сен тварь деп қатты кетпей-ақ қой, енді өзің де біліп отырсың ғой. Мен де еріккеннен бүйрегім сатайын деп тұрған жоқпын ғой. Пошел вон! Со своей почкой! Қайырлы таң жаным, қалайсың? Неге үнсіз ғана қарайсың? Сағындың ба? Бізді ешкім енді таба алмай, жағымсыз жайлар мазаламай. Бір сезім тербейді. Түсімде де табылғайсың жанымнан. Көрсем деймін тіпті сені сағымнан. Алыстама менен, сені көрем күннен көзге шағылған. Іздеп табам бұлттың арғы жағынан. Алыстама менен, о менден, о менден. Алыстама менен, ұқсайсың бейнеге бойдан табылған ай, келбетің ғажап кітаптан алынғандай. Абонент временно недоступен. Сенсің ғой керегім, күнім маған жансың сен ерек, не керек, аласың ғой сен оны деме. Раушан Маратовна, ужин готов. Может, покушаете? Түсімде де табылғайсың жанымнан, көрсем деймін тіпті сені сағымнан. Алыстама менен, сені көрем күннен көзге шағылған. Іздеп табам бұлттың арғы жағынан. Алыстама, алыстама менен. Шақ қуы жекті. Әке, жүріңіз тамақ ішеміз. Иә.
қалғайсың жанымнан, көрсем деймін тіпті сені сағынам. О, жарықтық. Рош кетті сағынатқан болады екен ғой. Күшті болып. Бүгін сенбі, Алтынай апай чечевичный суп жасап жатқан шығар. Жасайды ғой. Әке, шыныңызды айтыңызшы, Раушан апай сізді не үшін жұмыстан шығарып жіберді? Басқа жұмыс шалам дейді. Орысша білетін. Сабағың қалай? Жақсы. Менің қызым грантқа түседі бұйыртса. Құдай қаласа. Етінен жесеңші, қызым. Әке, ал грантқа түсе алмай қалсам не істейміз? Уайымдама. Бірдемесін қыламыз. Тамақ жесеңші. Да-да. О, Жаке, келіңіз. Ассалаумағалейкум, Жаке. Уағалейкум салам. Төрлетіңіз. Жаке, бірден шаруаға көшейік, Құтты болсын, Жаке. Сіздің бүйрегіңізге басқа клиент табылды. О, жақсы ғой. Клиент шетелден. Шетелден? Қай жақтан? Катар. Катар. Жоқ, Дубай жақтан. Арабтар ғой. Оларда ақша көп қой. Дұрыс айтасыз. Оларда ақша көп, сондықтан мен бағаны көтеріп айттым. Олар келісіп отыр. Мәссаған, әкелбесті. Сонда қанша дейді? $300,000. 300 мың? Әрине. Өткен мен оларға әбден түсіндірдім. Бұл 40 күн профилактикадан өткен, тап-таза бүйрек дедім. Олар қуанып отыр. Ереке, ризамын. $300,000. $300,000 сұмдық ақша ғой. Әрине, Жаке, әрине. Клиент Аль-Бахри деген кісі. Бірден телефон соғып сөйлесек, а? Давай. Ал енді жолға дайындалыңыз. Өздері күтіп алады. Переводчик бәрі болады. Айттыңыз ғой, түсіндім. Негізі жақсы баға кетіп тұр ғой, Өте жақсы баға кетті. Сіздің арқаңыз. Шынымды айтсам, олармен келісіп, сөйлесу мағанда оңай болған жоқ. Бірақ сіз үшін мен барымды салдым. Ризамын. Жарайды, мен жүрейін. Дұрыс қой. Дұрыс. Біздің жұмыста айтам. Частный клиника болғанмен, бірде былай дегендей. Енді ол жұмыс бағасын болады ғой. Мен жолға дайындалайын. Айтпақшы. Аты Аль-Бахри. Номерін жазып алдыңыз ғой? Жазып алдым. Аты да қиын емес екен. Аль-Бахри. Жарайды. Жарқын. Ау. Ереке, уақыт бопты. Оқып аламыз ба? Давай, мен қазір дәрет алып алайын, сосын барам.
Господин полицейский, если вы не можете его найти, мне так сразу и скажите. Я вам 1000 раз одно и то же говорила. Одно и то же. И передайте своему следователю, пускай не приходит в мой ресторан. Я ему 1000 раз говорила, я не знаю, где он скрывается. Да, не знаю я. До свидания. Надоели уже. Ай. Раушан Маратовна, у нас гости. Кто? Сәлеметсіз бе, Раушан апай? Разок. Привет. Как дела? Ты откуда? Сізбен амандасып, қалыңызды білейін деп келдім. Қалыңыз қалай? Жақсы. Это вам. О, очень красиво. Спасибо. Так приятно. Сөйтіп қатарды. Жарайсың, братжан. Почканың арқасында ел көріп, жер көріп. Енді солай болып тұр ғой. Бұл өзі өмір деген қарап тұрсаң, былай қиюластырып кетіреді екен ғой. Әлбетте қатарды көрем деп кім ойлаған? Не болса да барып кел. Операцияң сәтті өтсін. Бірақ келгенде дұрыстап жуасың ғой, братан. Да? Начинается регистрация на рейс 434 Алматы-Доха. О, Доха деді. Бісміллә. Жаратқан ием, сапарымды сәтті ете көр. Ал кеттік. Пришла. Қазір бәріміз шай ішеміз. Как учеба? Жақсы. Тестке дайындалып жүрмін. Как папа? Ол да жақсы. Бүгін бір жұмыстарымен Астанаға кетті. Раушан апай, негізі сізді көру үшін келдім. Әйтпесе гүл деген жай сылтау ғой. А я хороший. Раушан апай? Раушан апай, не болды? Раушан апай. Сан сұрақтан шырмалған Сәлеметсіз. сорланған бақ айналам алдамшымын сүргендейім мен. Ау, жазок, не болды? Не дейді? Реанимация? Кіріп келдің сен тағдырыма. Камераға қараңыз, аға. Шашқан сәуле болып. Ағау, камераға. Күн тығылып қараңғы түн төнгенде. Аспандағы барлық жұлдыз сөнгенде. Боламын жаныңда, 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 боламын жаныңда. Ал аға, уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады. Боламын мәңгі жаныңда. Ренжімеш бауырым. Болды, мен дайынмын. Тығылып қараңғы түн төнгенде. Аспандағы барлық жұлдыз сөнгенде. Боламын жаныңда, боламын жаныңда,
жаныңда жаныңда мәңгі. Раушан Маратовна! Что случилось? Где я? Все хорошо. Операция прошла успешно. Вам пересадили почку. Что? Жарқын сондай жақсы адам екен. Вот видите, Раушан Маратовна, новый подход к менеджменту дает свои плоды. Поток клиентов увеличился в разы. Комплексные обеды – это нормальное явление. Ты молодец, Айнур. Хорошо, когда человек знает свою работу. А еще посмотрите. А я знала, что ты придешь. А? Ой, извините. Ну, хорошо. Сүйгенің қайда, сүйгеніңе басыңды игенің қайда, шыдай алмай шаршаймын кейде мұндайға, жүрегім менен, гүлдерің менен, күлімдеп тұрып, сүйгенің қайда. Папасы, мы голодные. Міне, дайын болып қалды, сәл шыдаңдар. Жаным, тұяғым менің. Мам, маған бересіңіз. Сағындым дедің, сағыныштан көрмесем жарылдым дедің, сарғаямын дедің, дыбыс қылғайындай, қайда кеттің сарғайтып қадірлім мені. Сүйгенің қайда, сүйгеніңе басыңды игенің қайда, шыдай алмай шаршайдың кейде мұндайға, жүрегіңмен. Ну все, хватит. Ят болады. Сен де енді қызып келе жатқан кезде. Ой, мынау да қоймайды екен. Не дейді мынау? Өте нашар адам екенсіз. Пожалуйста, всего доброго. Добрый день. Снимите маску и очки. Прости, у меня аллергия на красивых девушек. Да вы что? Мен сені жақсы көрем. Мен сені жақсы көрем. Мен сені жақсы көрем, оу, мен сені жақсы көрем. Мендегі асау сезімді тізгіндеудің өзі қиын ба? Жоғалтып алам есімді, болсам неге сенің қасыңда?
ешкімді байқамай байландым осылай бір ауыз сөз айта алмай қалдым ой тобай бердім қайталай мен сені жақсы көрем мен сені жақсы көрем мен сені жақсы көрем оу мен сені жақсы көрем жалыныңа мен жеңілдім сезімге оңай тез берілдім сүйіп қараған көзіңнің жаным барлық сырын сезіндім ешкімді байқамай байландым осылай бір ауыз сөз айта алмай қалдым ой тобай бердім қайталай мен сені жақсы көрем мен сені жақсы көрем мен сені жақсы көрем оу мен сені жақсы көрем мен сені жақсы көрем жүрегіммен мен сені жақсы көрем жан тәніммен бір ауыз сөз айта алмай қалдым ой тобай бердім қайталай мен сені жақсы көрем мен сені жақсы көрем мен сені жақсы көрем оу мен сені жақсы көрем мен сені жақсы көрем жүрегіммен мен сені жақсы көрем жан тәніммен